Көпті көрген, көп жасаған қариялар оқымаса да, көкеге тоқығандарын, одан жасаған қорытындыларын құйма құлақ жастарға үйретуден жалықпаған. Талапты жастар үлкендерден, қариялардан өнер білім үйренуді өздеріне міндет, мұрат тұтқан, жақсының атын ерттеп, қасына ерген. Олардан үлгі өнеге алуды ар намыс санамаған. Осы бір үлгілі аталы сөзді сіздерге бүгін ұсынбақпыз. Армысыз қадірменді көрермен. Бүгінгі біздің шығарылым ғасырлар бойы аты өшпеген ғұлама ғалымдардың ең жақсы ұлағатты сөздерін қамтиды. Топтамамызды бастамастан бұрын арнамызға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Егер біреу сізге бұрынғыдан өзгеріп кетіпсің десе, демек, сіз ол ойлаған қолайлы болудан бас тартқансыз. Әйелдер аузын ашпағанша сұлу әрі тартымды көрінеді. Егер қолымнан бір нәрсе келеді десеңіз, онда сіздікі дұрыс. Ал қолымнан ештеңе келмейді десеңіз, онда сіздікі тағы да дұрыс. Өмір фотография секілді. Күлімдеген сайын жақсара түседі. Тәкаппарлық айғай салғанда махаббат үнсіз қалады. Филипп Жерфа. Кім болам десе сол болу ұлы адамның ісі. Қолынан келгені болу әр адамның ісі. Аузыңызды ашудың орнына көзіңізді ашыңыз. Дүниедегі ең бақытты адам бесікте жатқаны. Жетістікке жеткен адамдар өзгелерден де жәрдем берсем дейді. Ал жетістікке жете алмағандар маған бұдан қандай пайда келеді деген сұрақ қояды. Брайан Трейси. Өзіңмен өзің бол. Басқа рөлдердің барлығы бос емес. Оскар Уайлд. Өз армандарыңызды орындау үшін әрекет етіңіз. Әйтпесе, өзгелердің арманын орындау үшін жалданасыз. Феликс Грей. Бақытқа жеткізетін бір есік жабылса, екіншісі ашылады. Бірақ біз жабығына қарай беретініміз соншалық, ашығына мән де бермейміз. Хелен Адамс Келлер. Адамның негізгі міндеті күнелту емес, өмір сүру. Джек Лондон. Ақшасының жоқтығына бәрі шағымданады, бірақ ақылының жоқтығына ешкім. Еврей даналығы. Әрекет етпей арманға жетуді ойлау, егін екпей оны орып алумен тең. Егер дұрыс пайдалана білсеңіз, өмір ұзақ та бағалы. Джек Лондон. Өзіңді өзің құрметтеу сенің басты заңың. Пифагор. Өзгелер мені білмейді деп қапаланба. Қайта мен өзгелерді білмеймін деп қауіптен. Конфуций. Сенсіз өмір сүре алмайтын адамдардың қадіріне жет. Сенсіз де бақытты өмір сүріп жатқандардың соңынан қума. Карл Генрих Маркс. Ғаламда екі нәрсе шексіз. Бірі галактика, екіншісі адамның ақымақтығы. Өз нәпсісін жеңген адам барша дұшпанын жеңгеннен де мықты. Аристотель. Жастардың ойынша өмір ұзақ әрі тамаша. Ал қартайғандардың айтатыны, өмір көзді ашып жұмғанша өте шығады. Артур Шопенгауэр. Ешқашан және ешқашан берілмеңіз.
Уинстон Черчилль. Біліңіз, сізді ренжіткен адам сіздің жаман қасиеттеріңізді өзіне сіңіріп, өз бойындағы жақсылықтарын сізге береді. Өмір өзіңді табудан емес, өзіңді қалыптастырудан тұрады. Джордж Бернард Шоу. 12 сағат жұмыс істеудің қажеті жоқ. Бар болғаны, баспен жұмыс істесеңіз болғаны. Стив Джобс. Ісім алға бассын десең, өмірде жетістікке жеткендермен бірге жүр. Джон Дэвисон Рокфеллер. Ақылдылар қапаланбайды, қайта сабақ алады. Агата Кристи. Егер саған алып жатқан нәрселерің ұнамаса, беріп жүрген нәрселеріңді өзгерт. Карлос Кастанеда. Абыройың артып, биікке көтерілгенде, достарың сенің кім екендігіңді біледі. Ал құлағаныңда, сен достарыңның кім екендігін білесің. Майк Тайсон. Ақылды адам бәрін өзінен көреді. Ал төмен адам өмірінде орын алған келеңсіздіктің бәріне өзгелерді кінәлайды. Конфуций. Ақмақтықтың ең алғашқы белгісі ұяттан жұрдай болуда. Зигмунд Фрейд. Саясат іш киім сияқты. Оны үнемі ауыстырып тұру қажет. Марк Твен. Өлімнен қорықпа. Сен тіріде өлім жоқ. Ол келгенде сен жоқсың. Эпикур. Адамның ойына келмейтін нәрселерді қабылдайтын кісі өмірде ең жоғарғы белестерді бағындырады. Альберт Эйнштейн. Сізді біреудің сатып кеткені қолыңызды сындырғанмен тең. Кешіруге болады, бірақ оған құшағыңды қайта аша алмайсың. Лев Толстой. Егерде біреу сізді өз мақсаттарына жету үшін пайдаланып жүргенін сезсеңіз, оны өміріңізден бір жолата сызып тастаңыз. Дейл Карнеги. Қылмыс пен азап ұрықтарын еккен кісі бақыт пен махаббат жемістерін ешқашан көрмейді. Пифагор. Дертіңді төккің келсе, ыдыстың тесік емесіне көз жеткіз. Джордж Бернард Шоу. Егерде біреу қатесін түсініп, сізден кешірім сұрап жатса, оның үзірін кешіктірмеңіз. Ибн Сина. Егер біреу сізді кемсітіп, өзінен төмен санап жатса, демек сіз дұрыс жолда келе жатырсыз. 7 рет жығылсаң, 8 рет орныңнан тұр. Жапон даналығы. Өмірімізде 2 түрлі маңызды күн бар. Бірі туған күніміз, екіншісі не үшін туғанымызды түсінген күніміз. Марк Твен. Бәрінен де тек қана өзіне бағынышты адамдар бақытты. Цицерон. Осы бір ұлағатты сөзбен бүгінгі топтамамызды аяқтаймыз. Видео сізге ұнап пайдалы болып жатса, міндетті түрде лайк басыңыз. Арнамызға тіркеліп, видеоларымызбен, достарыңызбен және туған туыстарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.